Сәлем досым, әпкем, сіңілім. Ең бірінші маған сені осы аудионы тыңдап отырғаның үшін саған көп рахмет. Ендеше мен бастайын, иә? Жалпы мен тарихи болмаса махаббат туралы кітап оқығанды онша ұнатпаймын. Бұл кітапта да Вавилон деген сөзді көріп бірден кірпідей болғанмын. Алайда көп миллионерлер осы кітапты оқуға кеңес бергеннен соң оқыдым, бастадым. Сенесіз бе? Бұл кітап өзгелерден мүлдем өзгеше. Бір түсінгенім, қай ғасырда болса да өмір сүрсек те өмір заңы, ақша заңы бір. Байлар байиды, кедейлер кедейлене береді. Заңды түсінбейінше әрине. Тек қана бір ғана өзгерген нәрсе, ол уақытта алтын, күміс деп аталатын болса, қазіргі уақытта доллар, теңге, қағаз, ақша деп аталады. Оқып болғаннан кейін осыны менің оқырмандарым да білсе күшті олар еді деп ойладым, және де осылай жазуды жөн көріп отырмын. Ендеше бастайын. Осы тұста айтып өтейін. Бұл кітап негізі өзі ақша жайында. Менің ойымша ақшаның адамның өмірінде алатын маңызы өте зор, себебі ақшасы көп адам, ақшасы жоқ адамнан мүлдем өзгеше болады. Саған деген сыйластық, тыныш өмір, бәрі ақша. Ақшасы жоқ адаммен ешкім араласқысы да келмейді, телефонын да алмайды. Егер ата-анаңызды, бауырыңыздың, балаңыздың қажеттілігін өтегіңіз келсе, онда сізге ақша міндетті түрде керек болады. Сондықтан осы кітапты осы аудиодан кейін міндетті түрде оқып көріңіз. Google-да да бар, сатып алсаңыз да болады. Ендеше кітапқа кірсек. Ежелгі Вавилонның елінде бір уақытта үлкен проблема болған, себебі байлар байи береді, кедейлер кедейлене береді. Бүкіл ақшаның барлығын байлар алып алғанда, кедейлерде ешқандай ақша қалмаған екен. Яғни ол уақыттың тілімен айтқанда алтын қалмаған. Не тамақ алатын, не киім алатын. Осы уақытта ханға келіп уәзір айтады. Не істейміз деп, сол уақытта айтады. Олардың ақшаларын біздер алып та алмаймыз, байлардан алып кедейлерге бере алмаймыз, себебі олар өздерінің еңбектерімен тапқан ақшалары деп. Сол уақытта хан айтады: Вавилондағы ең бай адамды тап та, сол адамның құпиясын халыққа жеткіз деп айтады. Сосын жаңағы ең бай адам, яғни Аркадты табады да, соның өз құпиясымен бөлісуін сұрайды. Оның бірінші құпиясы: сенің өзіңе тиесілі ақшаң болу керек дейді. Қазір ойлап отырған шығарсыз, менің ақшам онсыз да маған тиесілі деп, иә? Бірақ мен сізге бір сұрақ қояйын. Егер сізге тиесілі болса, сіздің ақшаңыз қайда қазір? Жартысы кредитте, жартысы киімде, жартысы тамаққа жұмсадыңыз, иә? Немесе осыған жұмсайын деп ұстап отырсыз. Негізінде кез келген жан өзінің ақшасының 10%-ін жинап үйрену керек. Иә, қазір сіз ойлауыңыз мүмкін, басында ондай маған жетпей қалады деп, иә? Бірақ 90%-мен сіз күн көре аласыз. Жай көріңіз осылай істеп. Содан кейін сіз жайлап байлықтың дәнін неге бастайсыз. Байлық негізі ағаш сияқты, осы дәннен өсіп шығады. Осылайша сізге ақшаның балалары пайда болады. Ақша көп жерге жинала береді, бір-бірін тарта береді. Бұл ақшаның заңы, ерте кезден бері келе жатқан, қазіргі күнге дейін өзінің күшін жоймаған ақшаның заңы. Екінші заңы, яғни бұл шығын мен кіріс. Осыны жазып отыру керек. Күніне 2-3 минутына аңызды алатын осы нәрсе сіздің өміріңізге үлкен бір өзгеріс енгізеді. Айдың соңында есептеңіз, көріңіз, қай ақшаңыздың қайда кетіп жатқанын біліңіз. Мүмкін сіз ерінуіңіз мүмкін, ручканы алып, дәптерге жазып отырам ба деп. Бірақ ойлап көріңізші, ежелгі уақытта Вавилон елінде не ручка болмаған, қалам былайша айтқанда, не қағаз болмаған, олар тасқа, ағашқа жазған. Қазір мүмкіндік оған қарағанда өте көп, соның барлығын пайдаланыңыз. Үшінші заңы, жоғарыда мен ақшаның балалары жайлы айтып өттім, иә? Ақша былай тұрсын, кез келген нәрсені түбінен кесіп тастасаңыз, ол өспей қалады, солай ма? Мен не айтқым келгенін мүмкін өзіңіз де түсінген шығарсыз. Жинаған ақшаңыздың 10%-ін жоймай, соны жинаңыз. Осылайша байлықтың ағашын өсіріңіз. Төртінші заңы, өзіңіздің еңбегіңізді бағалаңыз. Ақшаны алар алдында, оны жұмсар алдында ойланыңыз. Тек көбейетін нәрсеге жұмсаңыз. Мысалы, кәсіп бастауға, болмаса шаруаңызды бастауға, және де мысалы біреуге беретін болсаңыз, қарызға, ол кісі сізге көп қылып қайтарып беретін болса ғана беріңіз. Былайша бермеңіз. Және де осы тұста айтып өтетін нәрсе, егер кәсіп бастайтын болсаңыз, өзіңіздің тумаңыздан, болмаса досыңыздан сұрамаңыз. Себебі ол да сіз сияқты еш нәрсе білмейтін адам. Сол кәсіптің майын тамызып ішіп отырған адамнан сұраңыз. Жетістікке жеткен адамнан сұраңыз. Біреу мысалы ақыл айтып жатса, қарапайым ғана еш нәрсе білмейтін адам ақыл айтып жатса,
Өміріне қараңыз оны. Егер сіз сондай өмірді сүргіңіз келсе, онда құлақ асыңыз. Егер ондай сүргіңіз келмесе, өзінің басына әзер алып жүрген адам болса, онда мәдениеттілік үшін иә деңіз де қоя қойыңыз. Өзіңіздің дегеніңізді жасаңыз. 5-ші, өзіңіздің үйіңіз болса, сіз бақыттысыз. Және бұл құпия сізге керек емес. Себебі бұл құпияда баспанаға ақша жина деп аталған. Басыңның панасы болсын. Үйлі бол, күйлі бол делінген. 6-шы құпия. Қартайған уақытыңда дәл қазіргідей сенің күшің болмайды. Орташа есеппен негізі 75 жасқа дейін өмір сүреді екен адам. Қаусаған ата әже болған уақытта артыңа қарап, жастық шағыңа қарап ұялмайтындай болу керексің. Және де 7-шісі, жаңашыл бол. Қазір мүмкіндік өте көп негізі. Үйден шықпай қалаған затыңды алып, қалаған затыңды сатуыңа болады мен сияқты. Мен декретте отырмын қазір. Баламның мәңгі кішкентай болмайтынын білем. Дәл осындай тәтті уақытында қайта келмейтінін білемін. Сол үшін жанында болғым келеді. Біреуді жалдауға болады, бірақ мен өзімнің бизнесім, ол да менің бір балам. Оның кішкентай өсіп келе жатқан уақытында басқа біреуге ұстата салғым келмейді. Әр уақытта да өзім жанында болғым келеді. Сізге мотивация болсын деп айтайын, Біздің жасымыз қазір 23-те, 24-те. Осы шаруаны бастаған уақытымызда біздер 2 жыл бұрын бастадық қой енді. Кез келген негізі шаруаның алға қарата жүріп кету үшін 5-7 жыл керек. Бұл бизнесмендердің айтқан ақылдары барлығы осылай айтады. Кез келген бизнестің жүріп кету үшін 5-7 жыл керек, ал бізге 2 жыл болды. Кейбір уақыттарда қиын уақыттар болып қалады, сонда бір-бірімізге қараймыз да күлеміз. Әлі 3-4 жыл бар екен ғой деп. Енді осылайша менің кітап жайлы айтқан ойым, өзімнің пікірім аяқталып келе жатыр. Санаулы ғана кеңесті аяқтаймын осылай. Айтылмаған сыры өте көп. Негізі бұл кітапты алып, өздеріңіз оқып шығыңыздар. Кітап соңында даже адамның құлдықтан қалай шығып, Вавилондағы ең бай адам қалай болғаны айтылады. Ал біз құл емеспіз, Сен құл емессің. Сенің жағдайың оған қарағанда әлдеқайда шүкір, жақсы. Ендеше ұш, жүгір, жүр, еңбекте. Әйтеуір мақсатыңа жет. Талма, самға, досым. Саған сәттілік. Саған көп рахмет осы аудионы тыңдағаның үшін. Егер саған бұл ұнаса, астына комментарий қалдырып кет, лайк басып кет. Достарыңа жібер, олар да тыңдасын.